Қайырлы кеш, құрметті оқырман, достар, көрермен, Рутокстың кезекті шығарылымын бастағалы отырмыз. Ол үшін біздің TikTok парақшамызға жиналыңыздар, қосылыңыздар, күтеміз, уақыт береміз. Ол үшін асықпай, бүгін шайдың үстінде сіздермен бірге бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымызбен жақсылап пікір алмасамыз. Яғни, мына сіздердің көңіл-күйлеріңіз керемет болсын деп барлығы сіздер үшін жасалып жатыр. Сондықтан енді биылна білесіздер, оқу жылы аяқталуға жақын, міне санаулы күндер қалды десек те болады. Енді осы жаздың алдында әр ата-ананың уайымы, биыл баламды қайда апарам, қайда жіберем, оның ішінде лагерь болады, демалыс орындары, өзіміз отбасымызбен қайда барамыз деген сұрақтар туындайды. Оны білеміз. Сол үшін сіздерге бүгін бізден пайдалы ақпарат болсын деп осы тақырыпты қозғағалы отырмыз. Яғни шетел аспай-ақ жазда ел ішінде де жақсы демалуға болады. Олай болса, қай жерлерде демаламыз, қайда баруға болады, кіммен деген секілді сұрақтарыңызға жауап береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеш жарық достар, подкастымыздың бүгінгі қонағымен мен таныстыра кетейін. Қыздар, ол туризм индустриясы комитеті төрағасының міндетін атқарушы Байжанов Нұрбол Иранұлы мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді құрметті көрермен, жаңа Әлия ханым айтып өткендей, бүгінгі тақырып өте маңызды. Неге десеңіз, көп енді халқымыздың арасында түрлі жаңағыдай пікірлер кейде орын алып жатады. Әлемде енді түрлі жағдайлар болып жатыр. Тыныш емес заманда расымен де қайда демалуға болады, қайда тиімді демалуға болады, оның ішінде отбасымызбен деп жатамыз. Осындай сұрақтардың сауалдарға жалпы жауапты біз бүгінгі тікелей эфирден толық мінекей бүгінгі келіп отқан құрметті қонағымыздан ала аласыздар. Пікірлеріңіз болса жазыңыздар, міндетті түрде біз оны көреміз, оқимыз. Ал сіздер осындай әдемі көңіл күйдегі біздің әңгімемізге ортақтасып, от жіберіп, бізге пікірлеріңізді қалдырып, лайк баса отырыңыздар. Енді алғашқы сұрағымыздан бастасақ, жалпы Нұрбол мырза, ішкі туризм елімізде қалай дамуда? Соған енді қысқаша тоқталып өтсеңіз. Енді жалпы мемлекет тарапынан осы ішкі туризм болсын, келу туризмі дамыту бойынша тиісті шаралар қабылданып жатыр. Жыл сайын ішкі туризмнің қарқыны өсіп келе жатыр деуге болады. Оған бірнеше себептер бар енді, әрине. Әсіресе осы ішкі туризмнің қарқынды дамуы осы пандемия кезеңінен кейін байқалып отыр. Яғни халық Қазақстанның ішінде демалып, біліп, көріп, көбірек естіп, және осы мемлекет тарапынан жаңа ішкі туризмді ілгерілету бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Одан бөлек жаңа бағыттар ашылуда, және осы ішкі туризмді дамыту үшін қолдау шаралары да біртіндеп енгізілді. Сондықтан осы соңғы 3-4 жылда қарқынды даму үстінде деп айтуға болады. Өте біздің жаңа туристік бағыттарға сұраныс өсуде, жақсы өсуде. Енді қысқаша тоқталсам, бізде ішкі туризмге осы 2019 жылы ішкі және келу туризмді дамыту бойынша ең бірінші үлкен мемлекеттік бағдарлама әзірленген болған. Сол мемлекеттік бағдарламаны 23 жылға дейін іске асырып, біраз топ 10 туристік дестинацияға жақсы көңіл бөлінген болатын осы кезеңде. Одан кейін келесі стратегиялық құжат, ол 2023 жылдан бастап туристік саланы дамытудың 29 жылға дейін тұжырымдамасы әзірленген болатын. Қазір соны іске асыру барысындамыз. Осы екі құжаттың аясында біраз жұмыстар атқарылған болатын. Жалпы сұраныс көбеюде дедіңіз, яғни сұраныс артып отыр дейсіз ғой. Сөзіңізге жауап бере аласыз ғой? Енді нақты статистикаға келетін болсақ, шыны керек бұл. Бұл жерде дерек керек деген сияқты. Дерек керек қой енді. Енді осы Стандарт сөйлетейік. 25 жылдың қорытындысы бойынша өткен жылдың осы бізде орналастыру орындары деп айтамыз ғой, қонақ үйлер болсын, демалыс базалары болсын, жаңағы басқа да кешендер болсын, соларға тұрақтаған, қонған туристердің саны 8,6 миллионға жеткен екен. Ол
алдыңғы 24 жылмен салыстырғанда 700 мыңнан асқан. Ол кезде статистикаға қарасақ 7,8 миллион ғана болған. Осы қарқын сақталып келуде соңғы жылдары, осы туристердің өсін. Енді ішкі туризмнің басқа есептеу жолы бұл ұлттық парктердегі келушілердің саны. Ұлттық парктер, біз экотуризм, осы ұлттық парктермен бізде байланысты. Бізде еліміз кең байтақ 14, әр ұлттық парк, 14 ұлттық парк бар, өзіне тән ерекшелігі бар. Сол ұлттық парктерге 25 жылдың қорытындысы бойынша 3,6 миллион келуші турист барған екен. Ол алдыңғы 24 жылмен салыстырсақ, ол жылы 2,8 миллион болған. Яғни 30%-ға жуықтап өскен екен. Бұның бәрі осы ішкі туризмдегі сұраныстың жақсы өсіп келе жатқанын көрсетіп отыр. Дейсіз ғой, Жақсы, енді жақсы көбеюде сұраныс артса, әрине біз оған қуанамыз. Бірақ десек те осы статистиканы қалай дайындайсыздар? Енді нақты статистиканы дайындағанда ұлттық парктер бойынша бізде ол жерде кіретін шлагбаум бар. Яғни ол ақылы әр кірген адамның осылай фиксация жасалады. Енді орналастыру орында жаңа қонақ үйлерге келетін болсақ, ол жерде енді жаңағы бізде ұлттық статистика бюросы бар ғой. Ұлттық статистика бюросы ресми дайындайды бұл статистиканы. Бұл статистика жаңағы қонақ үйлер өзі арнайы нысаны бар толтыратын. Сол нысанды толтырып жергілікті өңірдегі статистика бюросының департаменттарына ұсынады. Олар оны жинақтап республикалық деңгейге көтереді. Сонда мысалы біз әр квартал сайын, әр 90 сайын осы ақпаратты бір жарым ай бойы жинап, уже 2 айға жақындаған кезде жариялайды. Яғни мына халықтың алдында тек жай ғана есеп ретінде берілетін құрғақ сан емес деп айта аласыз ғой. Әрине, бұл нақты экономикалық тұрғыдан бізге эффект келетін болғандықтан экономикамызға біз оларды турист ретінде қарастырамыз. Жалпы көбінесе қай мемлекеттерден туристер жиірек келеді біздің елге, және біздің елдің қай саласына қызығады деп айтсақ та болады? Енді осы өте қызық мәселені қозғап отырсың негізі. Шын мәнісінде көбісі туризм саласына болмағандықтан бұған баса көңіл бөлмейді. Басқа елдермен салыстырған жақсы көреді ғой бізді. Енді мен былай айтайын, еліміз кең байтақ, өте, біздің елімізде 4 маусым. Жеріне қызығады демекші. 4 маусым ерекше. 4 мезгіл бар. 4 мезгіл бар да, 4 маусым нақты өзіне сай 4 маусым өтеді жерімізде. Бұл біз үшін қазір туризмді дамытуға мен бір тежеуші мәселе деп айтқым келіп отыр. Себебі бізде не көп, выбор көп дейді ғой енді. Таңдау бар. Таңдау бар, жеріміз кең, табиғатымыз ерекше, таңдау бар. Сондықтан, мысалы, басқа елдерде неге туризмді дамыту оңай, жері кішкентай, үлкен емес, енді кішкентай демей қойын. Жері үлкен емес, және туризмні 1-2 бағытына ғана көңіл бөледі. Мысалы, жағажай болса, жағажай туризміне ғана. Мысалы, жаз мезгілі, ол үнемі жаз мезгілі болады. Оларда пляж, соған дайындалады. Мысалы, жыл 12 айдың, мысалы, кем дегенде бір 9-10 айында стабильно табыс тауып отырады, тұрақты. Қармен алыспайды біз сияқты. Біз сияқты қармен алыспайды. Енді, бірақ мен ойымша, енді бұл жақын арадағы айтып отқан әңгіме ғой. Ұзақ даму жоспарына қарайтын болсақ, енді үлкен перспективаны алатын болсақ, бұл керісінше бізге пайдалы. Өйткені екі-ақ түрлі туризмді дамытатын мемлекеттерге қарағанда әртүрлі туристік өнім ұсынатын елдер қазір сұранысқа. Әрине, бірнеше бағытта болған жақсы ғой. Бірнеше бағыт, бір келгенде көп өңірлерді қамтуға, бірнеше өңірді қамтуға мүмкіндігі бар қазіргі мемлекеттер, солар қазір біртіндеп сұранысқа ие болып келе жатыр. Сондықтан бізде мысалы аумағымыз үлкен, жер аумағымыз көп, инфрақұрылым дамыту керек, жету ұзақ болғанымен, бұның бәрі үлкен перспективада негізі бізге пайдалы. Біз соны түсініп, қазір біртіндеп
айтады ғой жан жаққа не распыляясь дейді ғой енді, иә. Жаңағы фокусты бірнеше бағытқа қойып, бірнеше өңірге қойып, содан біртіндеп дамытсақ, сол тиімді болатын сияқты. Осыған сәйкес мемлекет басшысының да тапсырмасы бар. 2024 жылы ол кісі нақты тапсырма берген. Туризмді дамыту керек. Туризмді дамыту керек, және осы үш өңірге Маңғыстау облысы, Ақмола облысында Бурабай курортына және жалпы Алматы тау кластерына басымдық беріп, соларды қолға алу керек деп осы бағыттар. Сәйкесінше мемлекет тарапынан біз тиісті кешенді жоспарларын қабылдадық өткен жылы. Сол жоспарларды қазір жүзеге асырып жатырмыз. Сондықтан да құрметті оқырман, құлақтарыңызға алтын сырға деп қояйыншы. Осы үш өңірді айттыңыз ғой жаңа. Үш өңірден бизнестеріңізді аша беріңіз, және үй алсаңыздар болады екен сол жерден. Болашақта сол жақ дамиды, туристер көптеп келеді деген сөз ғой. Бір сөзбен айтқанда солай ғой, нақтырақ айтсақ. Жақсы инвестиция деп тұрсыз ғой. Иә, сол өңірлер естіп алдыңыздар ғой, Маңғыстау, Бурабай және Алматы тау кластері. Алматы өңірі жалпы. Шығыс Қазақстан қайда? Негізгі осы басымдық осыларға беріледі. Осыға беріліп отыр. Енді шығыстықтар көше беріңіздер. Иә. Біз енді негізгі бағыттар белгілі болды, иә. Енді біз мынау жаңа аумақтарды ашу туралы айтсақ, қандай жаңашылдықтар бар осы биылдан бастап? Енді биылдан бастағанда жалпы бізде әрбір өңірде өзіне тән туризмнің түрі бар, туристік бағыттар бар. Ол түрлендіріп отырады дейсіз ғой? Иә, ол түрлендіріп отырады. Мысалы, қазіргі танымал бағыттардың өзін дамыту әлі де болса қажет. Өйткені ол жерге сұраныс көп, инфрақұрылымды одан әрі дамыту керек. Ол жерге түсіп жатқан нагрузка салмақты бірталай. Сондықтан біз ол жерге нақты келетін туристерді бірінші біліп алу керекпіз. Қаншалықты сұраныс жоғары екен. Сол үшін өткен жылы біз статистиканы қайта қарау бойынша жұмыстарды бастаған болатынбыз, жаңағы ұлттық статистика бюросымен. Яғни бізге осы тұста ұялы байланыс операторларының ақпараттары керек, қажет. Яғни біз жаңағы обезличенные данные дейді ғой, жалпы біз білмейміз, бірақ жалпы санын білеміз адамдардың, яғни ұялы телефон байланысын қолданатын адамдардың саны бір локациядағы болған. Ол жерде әртүрлі, бұл халықаралық деңгейдегі өте жақсы тәжірибе, жаңа транспорт мәселесін шешуде, туристердің санын білу үшін деген сияқты көп проблемаларды шешуге өте пайдалы. Сондықтан біз білеміз ғой, мысалы бір курорттық аймақты алатын болсақ, Алакөлді, Абай облысы жағында. Сол Алакөл, Абай облысы жағында қарайтын болсақ, ол жерде кішігірім 5000 тұрғыны бар жаңа Қабанбай деген ауыл. Сол Қабанбай ауылы Алакөл жағалауы ол курорт. Енді ол ауылдың инфрақұрылымы сол 5000 адамға арналған. Жазда күніне бір мезгілде 20 000, 30 000 адам болады ол жерде. Қаншама есе көп. Сондықтан біз дұрыс шешім қабылдау үшін инфрақұрылымдық салмақ бойынша, келушілердің саны бойынша, қажетті жаңа қонақ үйлердегі нөмірлердің саны бойынша шешімдер қабылдау үшін бізге осы жалпы ағынды білу маңызды. Сондықтан былтыр тиісті заң қабылданған болатын. Биыл жаңа ұлттық бюро статистикасымен бірлесіп қажетті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Келесі жылдан бастап осы ақпараттарды жұмыс барысында пайдалану үшін. Бұл негізі нақты қадамдар қабылдау үшін өте маңызды болып отыр біз үшін. Енді жаңа бағыттарды айтатын болсақ, енді жаз келе жатыр ғой, бәріне қызық қой. Жазғы маусымда бізде дәстүрлі бағыттарымыз гүлдене түседі. Өйткені былтырғы болған проблемалық мәселелерді жақсылап қолға алдық. Биыл ол проблемаларды қайталамауға тырысамыз. Әкімдіктермен жылдың басынан бірқатар кездесулер болды, жаңағы кеңестер. Одан бөлек осы сәуір айынан бастап күн жылысымен министрлік болсын, жаңағы үкімет аппараты болсын, бірлесіп жаңағы барып жағдайды тексеріп, көріп, тиісті тапсырмалар беріп, ұсыныстар жасап қайттық. Соның ішінде жаңағы Алматы облысы бар, Жетісу облысы, Абай облысы бар. Яғни негізгі жазға сұранысқа ие болатын курорттық аймақтар. Енді нақты жаңа бағытты айтатын болсақ, бізде Қапшағай курорты Алматы облысында, ол жерде былтыр өте жақсы үздік бір пляж болды. Ол 5-ші пляж дейді, Қонаев қаласының. Ол алдыңғы жылы жаңа
инвесторлардың қолдауымен жаңа барлық халықаралық болсын, біздің өзіміздің ұлттық стандарт болсын, жағажайларды жаңағы абаттандыру бойынша соған сәйкес келтіріп жасаған болатын. Біз былтыр сол Қазақ туризм ұлттық компаниясы жазда жағажайлар бойынша топ 5 үздік жағажайды таңдаған болатын, рейтинг жасап. Сол рейтингте үздік болып шықты. Сол жағажайға біз қыркүйек айында барлық өңірлерден осы туризм саласына жауапты басқарма басшыларын жинап семинар өткіздік. Және бұл жағажай өте жақсы болған өзінде жергілікті әкімдік өзінің тәжірибесімен бөлісіп, мысалы мынаны көбірек жасау керек, мысалы жаңағы 4 құтқару мұнарасы аздау екен. Соны көбейту керек, дәретхананың санын көбейту керек. Сосын өздерінің пікірлерін айтты. Біз не үшін жинадық? Басқа өңірлер келесі жылы сол қателікті қайталамас үшін осындай жұмыс жасадық. Одан кейін қаңтар айында жаңағы туризм және спорт министрі Ербол Қуантаевич Мырзабосынов жылдың басында қаңтар айында осы жылды туризм саласына арнап жаңағы 30-дан астам осы туризм саласындағы мамандар, сарапшылар, бизнес өкілдерін жинап, солармен кездесу өткізді. Кездесу ұзақ болды деп айтсам болады. Әр бизнес өкілден тыңдап, олармен жаңағы пікір алмасып, өте нәтижелі кездесу болды. 3 сағатқа жуық. Ондай бұған дейін басқа министрлер ондай кездесу жылдың басында туризм бойынша өткізбеген болатын. Сондықтан дайындықты өткен жылдың қыркүйегінен бастадық деп айтуға болады енді биылғы маусымға. Осылайша жаңағы Алматы облысында Қонаев қаласының 6-7 жағажайын биыл тура сондай стандарт бойынша абаттандыру жұмыстары қазір жүріп жатыр. Біз осы сәуірдің ортасында, сосын мамыр айының басында мен өзім барып көрдім. Жұмыс жартылай бітіп қалған. Осы майдың соңына дейін, мамыр айының соңына дейін бітіреміз дейді. Бізде дәстүрлі жазғы маусым 15-ші маусымда басталады. Сондықтан соған үлгереміз дейді. Яғни былтыр бізде 1 жағажай болса, биыл 3 жағажай болады. Өте керемет, әдемі, абаттандырылған, барлық экологиялық болсын, жаңағы қауіпсіздік стандарттарына бәріне сәйкес келетін. Бұл қыздар Қашан барамыз? Қашан барсақ болады. Енді Алматы облысы әкімдігі ресми ашылуын жасайды деп ойлаймын. Бәріміз шақыратын шығар. Барып үшеуім сізді деп тұрмайық. Айтып еді ғой. Дайын емес па деп тұрмайық әйтеуір. Жақсы. Ол жағажайлардың ашылуына қарсаңына тиісті медиа жоспар әзірлеген болатынбыз осы мамыр айының басында. Себебі халық дәстүрлі барып жүрген орындарына барады да, ол жерде қазір үйреншікті. Ол жерге салмақ түсіп жатыр, туристердің саны көбейіп жатыр. Ал жаңа ашылған бағыттар, локациялар, жаңағы орындар білмей қалады көп жағдайда. Ол үшін жақсы насихат жұмыстары жүру керек. Біздің осындай жобаларға келіп айту керек. Соны ашық айту керек. Сондықтан мен жеткізу керек. Алматы облысы әкімдігі сіздерді шақырады. Сіздер насихат жасау үшін сіздерде көрермендер көп қой, подписчиктарымыз бар деген сияқты. Дұрыс қой, шақырса барамыз. Мен келісемін, мысалға мен өзім сондай азаматтардың бірі екенмін. Мысалға үйреншікті жеріме барамын. Енді ойласаңызшы, сізге гарантия береді, барлығы жақсы, сервис саласы болсын, қай жағы болсын, жақсы қамтылған. Ал жаңадан нысан ашылса, ол қызығушылық танытады, әрине, бірақ бір сенімсіздік танытады. Оны көру үшін жаңағыдай арнайы баруың керек, оған уақытта тапшы болады. Қазіргі уақыт тапшы заманда нақты жарнама керек та. Ол жарнамаңыз жаңағы дәлелді болу керек. Сондықтан расымен насихат көбірек жасалу керек. Негізі жас ұлғайған сайын талапшыл боласың. Ондай дүние де бар. Қаншаға келіңіз Мақпал сіз айтпаңыз енді. Жалпы қуантады. Мен кейде қыздармен, мысалға біз кейде шетел асып қызығып кетеміз ғой. Әрине ел көру керек, жер көру керек. Ол міндетті түрде адамның көкжиегін кеңейтеді, санасын ары қарай қалыптастырады деген сияқты. Әрине ол да айтады ғой, бір елді білсең, ол үлкен білім деп, бір кітапты оқығанмен тең деп. Ол да бөлек. Бірақ кейде мен ойлаймын, біздің ішкі өзіміздің мына туризмді дамытуға үлес қосу бір төбе болса, екіншіден әр адамның өзінің жүрегінде сондай бір патриоттық сезім болу керек. Енді мен түсінем, пікірлер сан алуан. Мысалы, бір ғана Алакөлдің өзін алатын болсақ, түрлі пікірлер айтылған. Неге мына жағы осындай, мына нәрсе жетіспейді деп. Өзіңіз айтқандай. Ол өйткені ол сол ауданның халқына шақталған инфрақұрылым екен да, мысалға. Оны көбісі білмейді, бірақ бір күнде барлығы салына салмайды ғой. Оған да бір уақыт керек.
дамып келе иә жатырмыз, түсіністік болу Жаймен керек деп. дегенде, иә, сондықтан жаман емес. Бастысы сол пікірлерді мүмкін айту да орынды шығар. Сын түзелмей мін түзелмейді дейді, бірақ жаңағыдай аясын кеңейтіп мінекей біздің туризм саласы да қарыштап дамып келеді, жаман емес. Бастысы сол қателіктер арқылы ары қарай да даму, бір орында тоқтап қалмау, халықтың көңілінен шығу. Әрине, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, басымдық беріледі. Мен сол жерде қалып қойдым ғой деймін, үш облысқа басымдық беріледі деп жатырсыз. Оларға басымдық беріледі деп бұрынғы осындай жаңағы өзіңіз айтпақшы жағажайлар, бұрынғы осындай туристік біздің өңірлер қалып қоймай ма даму? Әлде ол да қадағалау үстінде болады ма? Әрине, олар да қадағалау үстінде болады. Себебі бұл үш басымдық берілетін бағыт ол республикалық деңгейде көңіл бөлініп отыратын бағыттар, яғни мемлекет тарапынан, министрліктер тарапынан жеке бақылауда және қолдау көрсетіледі. Ал мынау басқа бағыттар, әрине, олар да біздің бақылауымызда болады, бірақ олардың дамуына жергілікті деңгейде көңіл бөлінеді. Яғни жергілікті бюджеттен әкімдік тарапынан қолға алынып, олар да дамытатын болады. Ол бағыттарда дамитын болады одан әрі. Сосын бұл үш бағыт қазіргі уақытта тиісті шаралар қабылдағаннан кейін бірнеше жыл лезде өтіп кетеді ғой. Әрине, біз басқа да осындай бірнеше бағыттық қазірден бастап жоспарлап отырмыз десек болады. Қазіргі жаңағы бизнес өкілдерінің көзқарасы бар, жергілікті тұрғындардың көзқарасы бар, соларды саралап, жаңағындай бұл келешекке қандай бағыттарды одан әрі дамытуға болады деген, әрине қазірден бастап ойланудамыз. Ол да бір жұмыс негізі. Дұрыс шешім қабылдау деген сияқты. Негізі осы жыл басында, қателеспесем, министрлік 2026 жылы өңірлерде өтетін іс-шаралардың күнтізбесін жариялады. Енді осы іс-шаралар қаншалықты ішкі туризмді дамытуға үлес қосады? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді туристерді жалпы тек табиғат емес қой. Одан бөлек жаңағы қызықты оқиғалар, шаралар тартады. Оның ішінде мысалы үлкен жаңағыдай фестиваль сияқты болуы өтуі мүмкін форматта, концерт форматында өтуі мүмкін. Халықтық жалпы. Бұл қайдан пайда болды? Бұл мәселені мемлекет басшысы құрылтайда көтерген болатын 25 жылы. Ол кісінің тапсырмасына сәйкес әрбір өңір өзіне тән ерекшелігі бар, жыл сайын дәстүрлі түрде бір уақытта өтетін шараларды пысықтау керек деп. Не себепті? Халық, мысалы, қысқы уақытта бізде шаралар аздау болып қалады. Мысалы, демалыс күндері қайда барам деген ой келеді. Бір жерге көктем уақытында да аздау болып қалады. Мысалы, наурыз күшті тойланады, бірақ наурызға дейін, наурыздан кейін бізде кішкене вакуум бар, тыныш болып қалады. Сондықтан бұл күнтізбені жыл 12 ай өтетіндей қылып пысықтаған болатынбыз 55 шараны. Содан жаңағы әрбір өңірде жыл сайын қайталанып отыратын, және біріншіден жергілікті тұрғындарға қызығушылық танытатын жергілікті тұрғындар, екіншіден осы шаралар біртіндеп басқа өңірден халықты тартып, туристер тартатындай болды. Яғни отбасымен, достармен бірге баруға талпынатындай шаралар. Одан кейін бұл біздің мақсатымыз бұл шараларды жаңағы бір өңірлік деңгейде, сосын бірнеше өңірдің арасында қызықтыратын шара, одан кейін халықаралық деңгейге дейін біртіндеп көтеру. Осы бағытта біз биыл бастадық. Әрине, бұл 55 шараның ішінде сұрақ туындайтын шаралар бар. Бір кісілер, сарапшылар түсінбей жатыр, неге ол шараны қосыңыз, одан да қызық шара бар деген сияқты. Сондықтан бізде бір мысалы наурызды қоспадық, себебі бұл ұдайы тойланатын, бүкіл республика болып тойланатын шара. Бізге кішкене басқа бір ерекшелігін, бір өңірдің өзіне тән, басқа өңірден мысалы қандай айтасыз нақты? Мысалы нақты айтсам, бізде Шымкент қаласында наурыздың алдында дәмдәстүр деген гастрофестиваль өтеді. Дәмдәстүр осыған дейін 1-2 жыл өтіп, бірнеше жыл өзін ұсынды да жақсы шара ретінде. Қазір өте үлкен масштабта өтеді. Барлық өңірден 30 мыңға жуық, егер шатаспасам, халық жиналады ол жерге, Шымкентке. Ол жерге биыл 50 шақты жаңағы бізде повар дейді, шеф-поварлар.
шеф поварлар жиналды. Олардың ішінде көбісі шетелден келген шеф поварлар. Сосын 30-дан астам блогерлер жиналды. Оның ішінде шетелден келген блогерлер де бар. Яғни бұл іс-шараның масштабы өте жоғары болып отыр. Осындай деңгейге жеткізу біздің мақсатымыз, және осындай деңгейде өтетін жыл 12 ай іс-шаралар болу керек, және әр өңірді қамту керекпіз. Немесе әр өңірдің ерекшелігіне қарай. Мысалға, сөзіңіз аузыңызда мен грек қызғалдағы туралы мысалға қатты мені өзіне қарай көңіліне аударды, өйткені ол жерде де өзіңіз айтқандай елімізге белгілі бір медиа саласы, осының блогерлер, жалпы осы жаңа туризм саласындағы біздің арнайы блогерлер барып, оның барлығын салып жатты. Өте енді көз қызығарлық, маған ұнады, әлі күнге дейін оны салып жатыр. Ол да бір арнайы сондай бір тапсырыспен орындалды ғой, өйткені оның да бір жалпы ұлттық сипатта дамып жатқанын байқадым да, биыл әсіресе. Былтыр енді байқалмады, кішігірім сияқты болды. Кішігірім емес, негізі ол да үлкен республикалық деңгейде болды, бірақ оның аясы кеңеймеді. Ал осы жылы әлеуметтік желіде жаңағы біздің арнайы блогерлер бар ғой, Байдастан сияқты арнайы салып жатты. Мен қуандым. Өйткені біздің Қазақстанның тек қана жер үлкен ғана емес қой, біздің сол жер өзіміздің қойнауындағы ресурстардан бөлек осындай керемет табиғатымыз бар. Сондай әдемілікті көрсете білу меніңше бірінші кезектегі приоритетте болу керек сияқты. Өйткені әлем халқы, дүние жүзіндегі халық ол көзбен, әлеуметтік желі ол тек көзбен, виртуалды ғой. Біз офлайн кездесе алмаймыз. Мысалы шараларды өткізіп, көшпенділердің кезінде статистика бірден туризм жағы өте қатты көтерілді. Оны өзіміз куәміз, айттық та, ақпараттар тарады ғой. Сонда мысалы сол кезде білді, көп енді біле бермейді, қандай кең байтақ жер, қандай әдемі жер, келуге болатын, келуге тұратынын біліп, оның барлығы да айналып келгенде осындай үлкен іс-шаралардың өтуіне байланысты, сол іс-шараларды көрсете білу, көрсете білу. Демек, грек қызғалдағыда жамбыл Меркі ауданы, қателеспесем, ол да сол бастамалардың бірі ғой, күнтізбеге тамаша. Бұл фестивальдің аты Қызғалдақ мұра деп айтылады. Қызғалдақ мұра. Ол бізге арнайы қосылған шара, өйткені Жамбыл облысына өзіне тән ерекше фестиваль болып табылады. Бір өңірлік өздерінің. Бізден Қазақ туризм ұлттық компаниясы осы күнтізбеге жауапты. Ол Қазақ туризм ұлттық компаниясы осы шараларға арнайы барып, өзінің бағасын беріп, ұсыныстарын жасап, қай жерде қолдау керек, соған қолдау көрсетіп, жалпы біз осы шараларды насихаттау керекпіз. Яғни жергілікті тұрғындарға емес, жалпы халық болып, Қазақстан халқы болып осы шараларға қатыссақ, әрине әкімдік те одан сайын күшті өткізуге талпынады. Яғни біз бір-бірімізді қолдап қатысатын болсақ, әрине мемлекет та, әкімдік та ол шараларға көп мән береді. Мысалы наурыз сияқты сұраныс болса, мықтырақ өткізуге тырысады. Осыны түсіне білу керекпіз. Және бұл шаралардың форматы, мысалы билет сатып алып, залда отыратын концерт болмау керек. Бұл халық отбасымен, достарымен бас қосып, жиналып, арнайы баратында емін-еркін демалатын шаралар болу керек. Осындай шаралардың бірі қоса кетейін. 1-2 мамырда Жетісу облысында Сиверс алмасының гүлденуі фестивалі болды. Өте керемет фестиваль болды. Ол жаққа 7.000-нан астам халық келді, 10.000-нан астам блогер болды, жаңағыдай 180-ден астам публикация болды. Даже бізде радиода да айтты ол шара бойынша. Өте жақсы насихатталған шаралардың бірі болды. Және бұл Сиверс алмасының гүлденуі осы тек қана Жетісу өңіріне тән. Бұған дейін де бірнеше рет өткен шара, бірақ енді қазір республикалық деңгейде қолдау көрсетіліп, оны енді халықаралық деңгейге көтеру бойынша шаралар қабылданып жатыр. Нақты айтатын болсам, осы фестивальдің алдында 10 күн бұрын 7 елден, шетелден арнайы суретшілер шақырылды. Суретшілер келіп, осы Жетісу өңірінің жаңа ұлттық паркінде болып, оны сурет салып, шабыта келетін жер өзі. Жер жәннаты Жетісу деп. Алма ағашының гүлденуін салды, көріп. Және осы суретшілердің жаңағы галереясы болды ол жерде. Сосын ғылыми тұрғыда өте маңызды ғой бұл Сиверс алмасы. Бір күн дөңгелек стол конференция болды ғылыми тұрғыда. Екінші күні жаңағы үлкен фестиваль болды. Осылай өте керемет шара болып өтті. Оны біз одан сайын әрі қолдап, жаңа масштабын үлкейтетін боламыз. Келесі жылы мысалы ол жаққа шетелден одан да көп азаматтар келуі тартылуы мүмкін. Сондықтан осындай шараларды одан әрі жалғастыратын боламыз. Жалпы осындай еңбекті көрсетудің жолдары қандай? Мысалға ол онлайн көрсетіле ме? Мен мысалға бара алмаймын. Делік, мен жұмыстан шыға алмаймын.
бірақ мен өз елімнің азаматы ретінде бір сол көрсетілім арқылы мысалы үлес қосқым келеді делік. бұл жерде енді Бола ма бір да онлайн? жасанды интеллект тақырыбы сұранып тұр ғой енді Иә. жауапқа Жалпы сол жағынан қалай жұмыс істеп жатсыздар? қаншалықты мысалы қамтып осы жатырсыздар? жағынан бұған формат ұқсайтын форматта мысалы Қостанай Тех деген Иә. іс-шара өтті бізде Қостанай өңірінде сәуір айында. Осы жаңа біздегі жаңа технологияларға, осы саладағы білімге байланысты, яғни жұмыс істеп жатқан осы өндірістерге байланысты өте ауқымды шара болды. Бұл да бір осы жалпы осы өнерге тән, өйткені бұл жерде жаңағы өндіріспен, жаңа технологиялармен байланысты объектілер салынып жатыр, жұмыс істеп жатқан кәсіпорындар бар. Осыған байланысты жақсы іс-шара өтті. Біз осы күнтізбеде әртүрлі форматта іс-шараны қамтып отырмыз. Біліммен де байланысты, мәдениетпен де байланысты, спортпен де байланысты, жалпы туризммен де байланысты. Сондықтан мен ойымша жаңағы сіз айтқандай бұны біз жұмысқа алып, одан әрі жалғастырып, сіз айтқандай ол жақта онлайн трансляцияны онлайн трансляцияны қолға алады. Әлия ханым бір жеке сұрақ қойғысы келіп отыршы, маған қарап күліп отыр, мен көзінен көріп отырмын. арасында күліп қойыңызшы. Шамалы. Негізі сізге жалпы енді шляпа жақсы жарасады екен, мына TikTok парақшасында шляпа кигізіп мұрт салып жатыр екен. Соған қарап бір күлкім келіп жатыр. Жалпы Нұреке, мына біздің әңгімеміз, басқосуымыз тек жай ғана мына сұраққа жауап беріп кету емес, Ару Токстың қыздарының қолынан шай ішу. Енді ет дайын болғанша біз осылай шаймен баптаймыз. Бұл шайды ішпегенше сіз қайтпайсыз. Ол бір. Екіншіден жайдан жай шай құйып отқан жоқпын. Сізге бір сұрағым бар. Енді жүзіңізге қарасам, әңгімеңізге қарасам, барлық сұраққа бір тұшымды жауап бере алатын бізге бір қолымызға түскен сондай бір спикер сияқтысыз. Сол жап-жас, сүйкімді, мен кеше қыздарға айттым, қыздар, мен күшті спикер таптым. Сондай сүйкімді, дауыста жағымды, келеді өзінің, бүткіл сұраққа жауап береді деді ғой бір сөзбен айтқанда. Сол үшін енді қараңызшы, шайыңызды ішіп алыңыз. Келесі сұрақ не по протоколу дегенде сценарий бойынша емес, енді мен сценарийден ауытқиын деп отырмын, кішкене айып етпеңіз. Сол үшін мақтап отырмын ғой сізді. Шайыңыз керемет екен, өте дәмді. Алып қойыңыз. Ал енді жалпы мына біздің елде, оны тек біз білмейміз, оны барлығымыз да естіп, біліп, көріп жүрміз. Еліміздегі мына туристік аумақтар, туристік жерлер, барып демала алатын жерлердің бағасы әрбір қазақтың қалтасы ол бағаны көтере бермейді деген пікірді сіз бүгін жауабыңыз арқылы жоққа шығарып көріңізші. Тіпті удай дейді. Осындай удай деген қазақша керемет еді. Қымбат деп айтады. Мен сіздің шайыңыздан кейін жеңіліп келісем деп айтылса бола ма? Оны дәрі талқыламай қайық. Келісем деп айтсаңыз сіз ертең жұмысқа бармай қоясыз. Сіз мені шаймен сатып алыңыз, сізбен келісе салайды осы жерде. Неден жайып отқан жоқ, сіз жоққа шығарыңызшы деп отырмын, барынша. Оның да басқа жақтарын біз білмейтін жерлері бар ғой, мүмкін. Енді былай қарасақ, өзіміз де туристпіз ғой, енді өзімізде бәрін шыны керек, өзім осы салада жұмыс істесем де барлық өңірде болып көрмедім енді. Игілігін әлі көрмедім деген сияқты отыр. Игілігін әлі көрмедім деген сияқты ғой енді. Бірақ енді шын мәнісінде бізде кейбір өңірлерде, кейбір бізде жаңағы демалыс орындары бар, бізде бағасы көрсетілетін қызметке сай келмейді. Ол шын енді. Мойындайсыз ғой? Мойындаймын. Себебі бізде әрине бұл тұста мынандай мәселе, халық кейде алданып қалады. Мысалы, олар айтады ғой, біз 5 жұлдызымыз дейді, 4 жұлдызымыз өте сапалы қызмет көрсетеміз дейді. Сондықтан халық ол жерде ойлайды, 3 жұлдызға сай келетін қызмет бар деп. Сондықтан ол жерге тур сатып алады, демалуға барады, барса мүлдем 3 жұлдызды күлі 1 жұлдызға да сай келмейтін жер болып қалады. Әрине, қалай олар онда жарнамаға қалай жұлдыз сатып ала ма сонда? Әрине бізде қазір осы жұлдыз мәселесі, осы қонақ үйлерді сыныптау мәселесі.
емін еркін добровольно дейді ғой. Жаңағы қажет болса өздері тапсырыс беріп жаңа сыныптаудан өте береді, қажет болмаса өтпейді мысалы. Сондықтан бұл бізде міндеттелмеген. Енді басқа елдердегіндей мысалы бұл қонақ үйлердің барлығы ашылмас бұрын осы сыныптау жүйесіне міндеттелетін болса, біз біліп отырамыз, мысалы салынған жаңадан қонақ үй ашылмас бұрын, туристерді қабылдамас бұрын міндетті түрде сыныптаудан өтеді, өзіне сай 2 жұлдыз болсын, 3 жұлдыз болсын, 5 жұлдыз болсын, тиісті жұлдызын алады. Сонда осы қонақ үйге баратын біздің турист мынандай сомаға белгілі 3 жұлдызды қызметті алатын біліп отырады. Енді бұл жерде екі жақты мәселе бар. Бірінші біз мемлекет тарапынан қазір пысықтап жатырмыз. Халықаралық стандарттар игеріліп жатыр, зерттеліп. Осы 1-2 жыл болды, біраз жұмыс жасадық. Жаңадан осы жобасын, жүйенің жобасын әзірледік. Енді қазір біртіндеп талқылау мәселесін жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта бұл міндетті түрде осындай сыныптау жүйесін енгізу енді жоспарда бар. Бұл өйткені бизнестің өзі сұрап жатыр. Өйткені жаңағындай заңды жұмыс дейтін, заңды түрде 3 жұлдыз алып жұмыс істеп жүрген бизнес қасында сапасы сай келмейтін қандай да бір қонақ үй өзіне 3 жұлдыз, 4 жұлдызды қойып алады мысалы. Бұл әділетсіз. Сондықтан біз сүзгіден өту керек. Сондықтан бұны біз жақсы түсінеміз. Ол бизнестің ұсынысы болғандықтан біз алдыңғы жылы 2 жыл бұрын қолға алдық осы мәселені. Азия даму банкінің техникалық қолдауымен үлкен бір сараптау жұмысы жүргізілді. Құжаттардың бәрі бізде қазір қолда бар. Енді бұны біз біртіндеп талқылаудан өткізіп, тиісті заңнамалық өзгерістерді әзірлеп жатырмыз. Енді келешекте жоспарда бар ретке келтіру мәселесі. Енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз, сөзіңіз аузыңызда, мен әлі барлығын көрген жоқпын, аралап деп отырсыз ғой енді. Бірақ негізі енді өзіңіз осы жалпы осы саланың басшысы ретінде емес, жай қарапайым турист немесе демалушы ретінде меніңше аралап шықсаңыз, сонда ғана жағдайдың барлығын ашық өзіңіз көре аласыз. Өйткені осы саладан басшылық келді, ана жақтан министрліктен дегеннен кейін ол жердің сізді күтуі мүлдем басқаша болатыны рас қой. Сондықтан меніңше сізге солай жаңағыдай шляпаны тағып алып, мұртты киіп алып аралап қарап көру керек сияқты. Енді ана әкімдіктер естіп отқан жоқ шығар енді. Бір сырымды айтып қояйын енді. Былтырдан бастап сөйтіп жүрмін. Былтырдан бастап біздің басшылықтың тапсырмасына сәйкес біз ешкімге айтпай, ешкімге білдіртпей барып өзіміз енді қонып жүрген жоқпыз, тұрақтап бірнеше күн, бірақ бір күнде өтіп жалпы баға беріп жасап жатқан жұмыстарға баға беріп, көзбен көріп, сосын әрбір бизнес өкілімен кездесіп бәрін пысықтап жүрміз. Мысалы қазір мен барған өзім сарапшы ретінде барған өңірлердің бизнес өкілдерінде менің нөмірім бар. Қандай да бір проблема болса маған жазып отырады. Мысалы сұрақ қойған болатын өткен жолы брифингте кеше алдыңғы күні не мәселесі бойынша Жетісу облысына жаңағы свалка жасап жатыр деп полигон. Мысалы оны мен жаңағы жергілікті тұрғындар бизнес өкілдерінен білдім, маған бірден жазып жіберді. Сосын мен әкімдікпен хабарластым, жаңағы мәселені пысықтап бәрін ретке келтіріп, өзім таң қалдым да, енді шыны керек, ол жерде былтыр барған кезде болмаған еді. Шілде айында биыл жаңағы осы жаңа Ақши ауылында осы Алакөл курортын сол жақ жағалауы жаңа база отдыхалары, демалыс орындары, қонақ үйлер жаңадан ашылып келе жатыр, былай солға қарай өсіп келе жатыр десек болады. Солармен кездесіп, олардың проблемаларын тыңдап, қандай қолдау қажет, не болып жатқанын біліп, яғни алмасқан болатынбыз. Пікір алмастық, жаңағы байланыс нөмірлерімен айналысып, осы кісілер сол жақын жерде жаңағы полигон болып жатыр деп хабардар етті. Өзіміз таң қалдық та, енді қалай жақын жерде деп. Сөйтсек, ол шын мәнінде полигон емес екен, енді ол қандай да бір құрылыс материалдарын алған екен, жұмысты тездету үшін, жаңағы
биылғы жылға дайындық үшін әкімдік тарапынан сондай шешім қабылданған екен. Енді олар ол қатаң бақылауға ұстап отыр бұл мәселені. Жақсы, жалпы енді. бәрі дұрыс, бәрі жасырылып жатыр дейсіз ғой енді. Қадағалаудамыз дейсіз ғой енді осы жерде. Осылайша енді өткен жылдан бастап әкімдіктерге ешкімге айтпай, енді шляпа болмаса да өзіңіз барып мен бар, басқа да әріптестерім бар. Көмекшілер керек болса айтасыздар. Үшеуміз бізде, иә. Очкимен кепка киіп алып, көмектесуге дайын. Ағылшынша сөйлеп барамыз негізінде. Жалпы Нұрбол Ерланұлы. Бұл да бір жақсы бір. Осы жерде мен бір дұрыс ұсынысым бар деп айтсам да болады. Мүмкін ол сіздерде бар да шығар. Telegram чат-бот ашу керек секілді сіздерге. Осы именно туризм саласы бойынша, өйткені сол жерге бүткіл халық қай жерде не болып жатыр, суретке, видеоға түсіп, өткен дерек керек қой, факт болу керек, көрдіңіз бе? Мысалы, сіздерге жеткізді, барсаңыздар мүлдем ондай емес болып шықты. Сондықтан да дәлел болу үшін Telegram чат-бот ашыңыздар. Сосын сол жерге бүткіл жаңағы демалушыларға біз насихаттаймыз, оны халыққа жеткізіңіздер. Бізде осындай Telegram чат-бот бар. Қай өңірде, яғни осы туристік аймақта, туристік орындарда, демалатын жерлерде, жағажайда қандай да бір мәселе орын алып жатса, заңға қайшы немесе жаңағыдай, онда осыған түсіріп жіберіңіздер дейсіздер. Сонда өздеріңізге кішкене жұмыстарыңызды жеңілдейді, бір жағынан жаңағыдай барып оны қарам дәлел тұрады деген ғой. Негізі Нұрбол мырза, негізі өтініш арқылы ешқандай проблема жоқ қой. Қазір арқылы жіберге болады, проблема жоқ. Автоматтандырылған шешім табады. Сіздің ұсынысыңыз, шын айтайын, енді сіз сияқты әріптесіңіз сәуір айында осы ұсынысты жасаған. Біз қолға алдық. Мен жоспарым мынандай болған, осы 20-сы күні СК-да брифинг болған кезде осы туралы жариялап, ссылкасын көрсетіп қоям ба деп. Неге айтпадыңыз? Біз техникалық тұрғыда үлгермей қалдық. Бізде былай ой болған, жалпы жасайық деп, сосын ойладық, ертең көп келетін болса, үлгермей қаламыз ғой. Оның барлығын қамтып отыру керек, оған бірнеше оператор керек. Сондықтан біз оның техникалық мазмұнын әзірледік та, өзін әлі іске қоспадық. Не себепті бізде мынандай ой туындады, мүмкін әркім өзі сурет салып, жаңағы несін, қалай айтсам болады, текст жазбайтындай, тек қана 10-15 тұрақты нелер, сұрақтар қойып қойсақ өзіміз, мысалы, сол бойынша жауап береді. Ол кісілер солны басып, мәзірді басып, біз статистика көріп отырамыз. Мысалы, Алакөл бойынша мусор жиналмаған, дәретхана істемей тұр. Бірақ ол білесіз, ол жалпылама сұрақ болғаннан кейін, оның ішінде мысалы кейбір асыра сілтеп жіберетіндер болады ғой, олар да соны басып отырады, сіздер ойлайсыздар. Негізі бұл кішкене дұрыс емес деп ойлаймын мен. Өйткені оны кез келген адам ұнамады деді да, біреуін басу керек болды, баса салды. Ол жаққа шынымен келгенде ондай болмауы мүмкін да, мүмкін ол да аздау болатын шығар. Негізі бұл мәселе неден туындап отыр? Әлияхан айтқан, меніңше ол әлеуметтік желі ғой, білесіз, қазір бәрі дамып кеткен. Сондықтан әрбір жаңағы Алакөл болсын, Алматы болсын, Жетісу демалған әрбір азаматымыз демалысын тәмамдап болған соң пікірін жазуға кіріседі, немесе оған дейін жазып жіберуі мүмкін, білмей жатып. Соның бәрін біріздендіріліп, бір жаңағы неге шоғырландырып, бірыңғай бір база болса деген пікір ғой енді. Бірақ сіздер ол мысалы жаңағы нені жасағанда, оның барлығын жай ғана енді болмашы нәрсеге көңіл бөлудің қажеті жоқ. Мен ойлаймын, шынымен де бір маңызды ішінде сұрақ болса, үлкен мәселе болса, соны ғана қарауға болады. Өйткені ол сіздерге де жақсы ғой. Болашақта мысалы шетелден бір турист келіп, мүмкін шынымен ол кісінің жаңағы құқығы бұзылып жатқан шығар, ар жағына келгенде, иә? Сондай секілді мәселе, ол енді өзіміздің елдің абыройы дегенім ғой, жалпы бармыз. Біз енді ұсыныс, сұрақ айтуға келгенде, сондықтан конструктивная критика дейді ғой, енді критикаға әрдайым дайынбыз. Өйткені осындай талқылаудың арқасында біз қандай да бір нәтижеге жетеміз. Адам дамиды, өседі, шынымен сын пікірлер міндетті түрде болу керек. Болған жағдайда ғана оны дұрыстау арқылы өсеміз ғой. Ең бастысы сын пікірді айта білу керек және қабылдай білу керек деп ойлаймын. Жалпы ограничение сын пікір және де бәсекелестік болу керек. Мысалы, оңтүстікте де неге көбінесе біздің қазақстандықтар Өзбекстанға барып демалады деген сияқты ғой, мына жақында Сағыныштың өзі. Соны айтайын деген, тағы сіздерді қыздар жаңағы басқа жағынан көрсетпейміз деп, бірақ шетелге барып демалып келді. Мен бұл мәселе неден туындады, енді қыздар, ол білесіз, қазір әлемдегі геосаяси тұрақсыздыққа байланысты. Мен бірден солай ойладым, алысқа бармай,
алыстан Арбаламай арбаламай жақыннан жақын. ұрлап деп иә Әзербайжан, Баку немесе Ташкент сияқты Өзбекстан, өйткені ол жақта да тура біздің еліміздегі жаңадан осындай ауқымды туризм нысандары, арнайы тіпті халықаралық деңгейдегі орталықтар енді үлкен қаражатпен салынған сондай бір орта Азиядағы деп айтайын бірге сондай орталықтар құрылып жатыр екен, өркениет орталықтары. Сол бірден енді тарихи жерлерді көру ол әрбір азаматтың өзінің бір несі ғой, ол да бір міндеті, білу керек, көру керек. Бірден қызықтырды. Осы сәтте тағы қандай осындай көрші болмаса да жалпы жақын елдерді ұсынасыз? Осы жазда Қазақстан халқы жаңағыдай мұхит аспай немесе шетел аспай, бірақ жақын осы көрші елдердің қайсысын көре алады? Қай жаққа біз ұша аламыз қазір? Шыны керек, Қиын жағдайға байланысты. патриот ретінде жарнамаламайын жарнамаламағым келмейді. мен жаңа сағыныш айтқан кезде Шыны керек, иә, өйткені мен бір нәрсе айтайын енді сіз не ма өз тәжірибемнен. сөндіріп тұратын шығармын. Подкаст сөзіңіз біткеннен аузыңызда кейін жеке сағыныш сөйлесейік тағы онда. бір сізді зияныңыз тиіп кетпесін, өткендегі жаңағы Қазақстанда тұру керек, өзге елде демалу керек деген секілді мәселе болып кетпесін дегенім ғой. Енді Жақсы, жалпы өзіңіздің ойыңызды өз ойым шыны керек, мен өзім жұмыс барысында Маңғыстау облысында болдым, Түркістанда болдым ғой. Менен мысалы Қазақстанды араламаған адам болса, ұсынатыным өзім енді ел ішінде бірінші содан бастайын енді. дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Түркістанды ұсынғым келеді. иә Түркістан керемет әдемі керемет рухани жағынан болсын, дамып қалған. тарихи мәдени жағынан болса, 2018 жылмен салыстырғанда өте жақсы дамып қалған. Мен ойымша кем дегенде 2-3 күнге барып өзіміздің тарихымызды білу үшін, дінімізді, салт дәстүрімізді білу үшін барған дұрыс деп ойлаймын. Түркістан облысынан бастаған. Одан кейін ол жерде енді жаһанды современный дейді ғой, қазіргі таңда архитектура да бар, қызық жерлер де көп, тарихы да тұнып тұр. Сондықтан мен ойымша осы Түркістанды бір көрген, 2-3 күнге барған, ол өте дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін екінші мен өте таң қалған жерім ол Маңғыстау өңірі. Енді менен сұраса, мен бірінші Маңғыстауға бірінші кезекті көңіл бөлу керек деп айтар едім енді. Жалпы, жалпы енді өзінің жеке пікірім. Не себепті? Өзіңіз сол жақтансыз ба? Жоқ, мен орталық Қазақстаннан енді. Негізі Маңғыстауға мысалы бір ай жатып саяхаттауға болады. Тоқтаусыз. керемет. Бір айда не көруге болады? Нақты айтайықшы. Мысалға біз көбінесе нақты айтуға дайынмын енді, егер уақыт болса. Уақыт бар болатын болса. Не болмаса бірнеше рет қайта баруға болады. Мысалы, ол жақта қазір 2020 жылдан бастап қазір жақсы қонақ үйлер салынып жатыр, демалыс базалар салынып жатыр. Яғни жылы жағажай деген. Каспийдің жағажайының өзі неге тұрады. Мен Маңғыстауда тұрғам 8 жыл. Керемет, ол жерде теңіз сезіледі. Біріншіден, екіншіден жаңа инфраструктура салынып жатыр, жаңа туристік объекттер көп. Екіншіден, ол жақта баратын табиғи өте керемет объектілер көп. Яғни бекер айтпаған Марс деп. Марс деп бекер айтпаған. Мысалы, бірінші Бозжырадан бастайын. Бозжыра енді қазір өте танымал болып кетті. Яғни өз кезінде жақсылап насихаттады ғой енді. Көп блогерлар барды, жаңа өте танымал Бозжыра. Бірақ Бозжырадан да керемет жерлер толып жатыр. Яғни бір күні мысалы Бозжыраға барып қайтсаңыз, екінші күні басқа жерге баруға болады. Бір күн деп әр объектіге арнауға болады, себебі алыс. Аралар алыс. Ақтау қаласынан алыс орналасқан, аралар бір-бірінен алыс орналасқан. Бірақ сонысымен өте туристік тұрғыда, экономикалық тұрғыда әсері жағынан керемет өңір деп айтуға болады. Бозжырадан кейін мен ең маған қатты ұнайтыны ол Торыш. Торыш жаңа домалақ тастар бар ғой. Мынандай үлкен жерді алып жатыр, долина. Жаңа домалақ тастар, және ол домалақ тастар кәдімгі домалақ тастар. Кішкентай домалақ тастан бастап үлкен бойымыздан үлкен домалақ тасқа дейін. Енді ана жерге барып қарасаңыз, арнайы жасап қойғандай бір құдды. Бірақ енді ол табиғаттың таң қаласыз, енді ол жерде білмеймін, басқа жерде жоқ енді сурет анау барып ол жерге барасыз жеке әдейілеп. Сосын бізде
ол жерде жығылған деген жер бар. Ол да бір керемет, ең қатты ұнайтын жер осы жығылған. Өзіме ана жерде тұрған кезде бір жеке бір әсері сезіледі, бір керемет. Сосын Тамшалы деген жер бар. Мысалы мынандай ущелье дейді ғой, шатқалдың астыңғы жағы, үстінен жаңағындай астына түсіп қарасаңыз су тамшылап тұрады. Ол жердің табиғаты да ерекше, дауысы да ерекше, су тамшылап тұрады. Жаңағы өте керемет жер, оны көзге көрінбейді, былай қарасаңыз арнайлап барып түсу керек. Содан одан бөлек бізде жаңағы тирамису торты бар ғой. Соған ұқсайтын бізде Қызылқұп деген жер бар. Сол Қызылқұп пен бозжыраны ғана көбіне біледі екен да адамдар. Сол үшін мен сізден сұрап жатқаным, өйткені өйтіп жаңағы бірнеше күндеп аралайтындай тағы не бар дегенім ғой. Енді кем дегенде осындай 30 объекті бар. Ең кем дегенде 30 объектіміз бар. Одан бөлек мысалы Айрақты деген жері бар. Сосын керемет жер асты мешіттері бар. Жаңағы мысалы Бекет ата, Сұлтан Епе деген мешіттер. Ол жерлердің қызығы, ол мешіт бұрынғы уақытта жер асты болып салынғанына қарамастан, күннің 40 градус ыстығына қарамастан ішінде салқын. Сосын вентиляция жаңағы бір өзіндік технологиямен жасалған, яғни тамаша. Ана жерде адам жаңа құлшылық етеді, сосын демалады. Яғни 40 градус ыстықта ол жер сап-салқын. Осындай көбісі білмейді, ерекше осының бәрін қолға алу керек, біртіндеп дамыту керек. Яғни осы біздің мемлекет тарапынан, әкімдік тарапынан қазіргі басты мақсатымыз біртіндеп дамыту. Енді осы объектілерді дамытудың арқасында біз Маңғыстауға қазір жаңа Рикс қонақ үй бар ғой, ең танымал, өйткені ол жерде ол инклюзив дейді, бәрі қосылған қызмет көрсетіледі. Ол жаңағы бізде СНГ-да жақсы көреді, осы демалыста Түркияға сол үшін барады, қазақтар болсын, СНГ халқы болсын, ыңғайлы болғанда ТМД елдерінде. Осы жаңағы Рикс қонақ үйіне 3-4 күнге, 5 күнге барады. Енді орташа есептесек, енді олар енді жағажай демалысы бар, енді қалада болады деген сияқты. Ал енді біз осы 30 объектіні жақсылап абаттандырсақ, жолын жасасақ, ол жерде ыңғайлы туристерге жағдай жасап, мысалы тұрақ деген сияқты жаңағы, ол жерде визит центр орталықтар ашсақ, арнайы оны қолға алып, осылай дамытсақ, осы қонақ үйде тұратын 3-4 күнге келген турист әрине әрқайсысын көргісі келеді. Әрқайсысын көрем деп, ол 10 күн емес, 10 күннен де көп болады, не болмаса бір апта 10 күннен кейін қайтып келгісі келетін болады келесі жыл. Бұл не деген экономикалық пайда біздің саламызға, жергілікті халықтың тұрмыс жағдайына деген пайдасы тиеді. Осының бәрін біртіндеп дамыту осы біздің осы жаңағы тұжырымдаманың аясында, мемлекет басшысының тапсырмалары аясында біртіндеп іске асырылатын болады. Керек кейбір елдер сол бір туризммен ғана өмір сүреді. Мысалы да экономиканы көтеріп отыр. Бірақ енді былай алып қарағанда әрине сіздің айтып жатқаныңызға келісем, Маңғыстау керемет, Маңғаз мекен Маңғыстау деп жайдан жай айтылмайды ғой. Ондай көрікті, әдемі, тарихи жерлері көп, ерекше. Елімізде енді оған шүкір абаймыз. Айналып келгенде туризмнің тағы бір мәселесі мына көлік логистика деп жатамыз ғой, енді ол жағы да бізде сәл ақсайды, енді жетуі тұр. Діттеген жерге жетуі бар. Мысалы мына ұшақпен ұшып барып келудің өзінің былай қарағанда билеттің құны бар, оның барлығы мына біздің енді мен ойлаймын, ішкі туризмді дамыту үшін мүмкін осы өзіміздің елдің, яғни тұрғындардың, халықтың сәл қамын ойлап туризмді дамыту мақсатында сол халыққа бірінші жағдай жасау арқылы мүмкін туризмді дамыту да керек шығар деген енді ой ғой, енді жалпы да жаңа жетуі бар, аралауы бар, оның барлығы шынымды айтқанда әрбір қалтаға салмақ. Енді жарайды, шет мемлекетке бармай-ақ қойып, еліміздің әдемі жерлерін көрейік, біздің болашақ ұрпақ өсіп келе жатыр ғой, олар білсін жалпы Қазақстанда қандай керемет жерлер бар деу үшін, мүмкін шынымен де осы туристік сапармен, яғни шынымен демалу үшін бара жатқан туристерге мүмкін бөлек бір жаңағыдай жасалса, жаңағы билеттің құны бар, жолаушы ретінде жағдай жасалғаннан балаларға бар емес па бізде? Жалпы отбасымен барады ғой енді. Соның бір басқаша бір жолы қаралса дейсің ғой. Мысалы, шет мемлекетке барғанда менің байқағаным, мысалы медицина болсын, осы туризм жағы болсын, өз сол елдің азаматтарына, халқына бір жаңағыдай не бар,
жеңілдік бөлек дейсіз ба? жеңілдік бағалар бар екен. Енді иә, Ал туризм деп бөледі, мемлекеттен мысалы медициналық келгендерге туризм деп, иә. ондай жоқ. Көрдіңіз бе? Сол үшін мүмкін оны да қарастыру керек шығар енді. Сізге айтып отырмыз ғой, жалпы енді еститін құлақ болса, мүмкін ол да болашақта қаралып қалар, осындай бір ұсыныстар бар дегенім ғой. Жақсы. Нұрбол мырза, Мысалы енді жақында ғана ұшырылған әуе такси деп жатырық қой енді, ол Иә. вертолет, иә, мысалға. Мүмкін болашақта сол әуе таксимен ақ жетіп қалармыз, жаңағыдай Маңғыстау бар, жаңағы қиын жолдары бар жерлер. Енді ол да болашақтың енді уақыттың Еншісінде ғой. несі ғой, еншісінде. Бірақ Иә. десе де жаман емес, бірақ бастысы жаңағы ел болып, халық болып пікірлесіп, ортақ бір шешімге келу керек. Өйткені әртүрлі санаттағы отбасылар бар ғой деген ойыңыз ғой. Иә, сіз Сол жаңа әуе бір- таксидің өзіне мен қуанып қалдым мысалға. Енді оның құны қымбат болатын шығар, бірақ десе де жету жеңіл болатын сияқты. Иә. жалпы мен Шығыс Қазақстан облысына отбасыммен 2023 жылы көлікпен бардық. Маған жол ұнады, ешқандай проблема Иә, жоқ. уже Ақылы көлікпен жолдар баратын жақсы, жерлер бар, бірақ иә. Маңғыстау деген Иә, өте жаңағыдай алыс қой. айтасыз ғой, арнайы Оған- уақыт керек деп, күндер керек Оған деп шынымен де көлік біріншіден, және оған шыдам керек. Енді Иә. кімнің денсаулығы Жағдай көтереді, керек дейсіз ғой. көтермейді. Бірақ енді қыздар ол шыны керек, мына Ұзақ алыс өте бармасақ жол. та түрік елінде Үш де, күндік мысалға жол. Түркия елінде де керемет сондай таулы, әдемі, жаңа айтпақшы, бір Марста жүргенде сондай бір керемет ерекше жерлерді көру үшін де сіз уақыт керек. Сол машинамен 4-5 кемінде 4-5 сағат жол жүресіздер. Негізі да енді, ал бірақ діттеген нақты бір облыс орталығы немесе көретін бір ауқымды іс-шара болып жатқан жерге жету меніңше қазір жеңілдеді. Өйткені сол көлік логистика саласын өзін жаңа бірлесіп көлік министрлігі осыны туризммен дамытып жатқан сияқты. Жалпы жаман емес, бастысы сол бағытта жұмыс істей білу. Нұрбол мырза, осы тұста біз әңгімемізді басқа жаққа қарай бұрсақ, иә, мен мынау жақында елімізде осы бірқатар әлемдік деңгейде біздің елді танытып жүрген блогерлерді сол ведомстводан жаңа марапат алып жатқанын көріп жатырмыз. Енді осы бағытта тағы қандай бір қолдау, сондай бір марапаттау шаралары болады. Мысалы, қыз келіншектер біз тасада қалып қалдық деп олар пікірлерін білдіріп жатыр дегендей. Сондай ер азаматтарымыз марапатталыпты, иә. Енді бұл тұңғыш рет қой. Иә. Енді ер азаматтар дегенді айтып кетсем комментарий. 7 мамырға байланысты болды негізі, иә, шара, бірақ сәл кешірек ұйымдастырдық енді өкінішке орай. Жалпы 10-нан астам блогерлар марапатқа ұсынылды, біздің тараптан барлығы қолдау табылды. Олар енді мүмкіндігінше жаңағы наградтауға тырыстық, өйткені шынымен де олар еңбегі зор, барлық блогерлардың, иә, өйткені олар тегін барлық біздің ерекше табиғатымызды, еліміздің имиджін ілгерілеп жүр. Ішкі туризмді да үлесі көп, олардың дамытуда, сыртқы шетелден келетін да туризмді дамытуда үлесі жоғары. Сондықтан менің ойымша бұл өте орынды наградтау болды деп ойлаймын. Бұл шынымен үлкен еңбек. Өйткені біз Қазақ туризм ұлттық компаниясы осы ақпараттық турлар ұйымдастырады ғой. Жыл сайын енді көп болмаса да бюджетке байланысты мүмкіндігінше ақпарат турлар ұйымдастыруға тырысады. Ол ақпарат турлардың аясында бізде жаңа ішкі туроператорларды болсын, ішкі блогерлар болсын, сол шетелдің туроператорлар мен блогерлар бар. Соларды шақырып өзіміздің өңірлерді осылай ілгерілету жұмыстарын жүргізеді. Яғни ол блогерлар ол жақта бірнеше күн қонып, жаңа ауа райын күтеді деген сияқты, там басқа да мәселелер бар. Өздерін бір жаңағы профессионалды тұрғыда жұмыстарын жасайды. Гонорар сұрамай, тек қана осы жолын қамтып берсек, жаңағындай тұратын жерін қамтып берсек, сондай еңбек етіп, сондай қолдау көрсетеді. Осы жұмысты Қазақ туризм ұлттық компаниясы осы қолға алған. Яғни көп шығын жұмсамай, бірақ өте пайдалы аудитория охват дейді ғой, жаңағы өте жоғары, сондай блогерлармен тығыз жұмыс жасап жатыр. Олардың оқырмандары болады ғой. Олар да көреді, біледі, содан кейін келеді. Сенеді өйткені. Иә, туристерді тартуға. Өйткені блогерлар өздерін көргенін, татқанын, естігенін, ескегенін деген сияқты бес мүшесімен сезінгенін шынайы тұрғыда жеткізеді. Экран арқылы, шыны керек бізде сезінгендей отырады. Халық өздері біледі ғой, кім шынайы жеткізеді, кім мысалы жасанды жеткізеді деген сияқты. Оның бәрі психологиялық тұрғыда жасыру қиын. Тойларда да онлайн қарап отырып ана тойға қатысып отқандай боласың, немесе барғың келеді ғой, мысалы. Сол секілді болу керек та. Негізі қаншама көрермен бізбен бірге қарап отыр қазір подкастты.
мен шай ішуге шақырғам негізі, эфирге кіріңіздер, бірге шай ішейік депті. Сол сияқты ғой енді қазір бәрі виртуалды. Жоқ, жалпы лайықты дұрыс марапат, бірақ алда да осы марапат демек дәстүрлі түрде жалғасады деген ғой. Әрине біз дәстүрлі түрде жалғастыратын боламыз, міндетті түрде. Бұдан бөлек қандай қолдау шарасы тағын қарастырып жатқанымызды айтып кетейін. Біздің туризм және спорт министрлігі экология министрлігімен бірлесіп меморандумға қол қойдық. Ол меморандум аясында осы біздің отандық блогерлерге осы біздің барлық керемет табиғатымыз ол ұлттық парктердің ішінде ғой. Сол ұлттық парктерге оңай кіру, жаңа түсірілім жасау мәселесіне қолдау көрсету, рұқсат беру, жедел рұқсат беру деген мәселені осы меморандум аясында қарастырдық. Осындай жеңілдік ұсынып отырмыз. Және біз арнайы группа чат ашып қойдық. Ол жерге жаңағы осы меморандум аясында блогерлар бар, біз бармыз, министр, Қазақ Туризм ұлттық компаниясы бар, және осы ұлттық парктердің басшылары бар. Сол жерде пікір алмасып, қолдау қажет болса жаңағы бұл жерде былай ғой, мысалы ауа райы келіп қалды, бірден мысалы аппаратын алып жүгіреді ғой, жаңағы осыны немесе таң атпай, немесе түн батқанда, немесе там бұлт бойда болғанда найзаға ойнаса деген сияқты басқа әртүрлі. Олар айтады бізге шұғыл керек болып қалады. А мысалы мемлекеттік бюрократия ол 3 күн бұрын деген сияқты жазып деген рұқсатын сұрап деген сияқты. Соның бәрін біз жеделдету мақсатында. Жаңа біз тыңдайтын мемлекет дейміз ғой енді, олардың ұсыныстарын бірден қолға алып, сосын жаңағы пысықтап, осындай қолдау көрсетіп отырмыз. Енді одан бөлек осы блогерлардың темасын жалғастыратын болсақ, осы биыл Қазақ Туризм ұлттық компаниясы жыл сайын халықаралық деңгейде үлкен майыс шараларды ұтып алуға тырысады. Олардың конкурстарына қатысады. Яғни бізде дамыған инфрақұрылым бар. Осында біз шетелде өтетін үлкен конференция болсын, жаңағы федерациялардың кездесу болсын, тартуға тырысады. Ол біздің экономика өте көп жаңа пайда келеді. Сондай іс-шаралардың бірі TBX деген іс-шара бар бізде, тамыз айына жоспарланған. 200-ден астам халықаралық блогерлар келеді. Біз оларға арнайы дайындалып жатырмыз жаңағындай. Бұдан бөлек бізде тамыз айына жаңағы Германиядан 70-ден астам туроператор келейін деп отыр. Оларға да осы. Ол туроператорларға келгеннен кейін форум өткізіп, біздің туроператорлармен байланыстырамыз. Және біздің керемет табиғаты керемет дайын өңірлерге, локацияларға жаңағындай ақпараттық турлар ұйымдастырамыз. Осындай іс-шаралар бізде жоспарда бар. Енді біздің подкастымызда енді аяқталуға жақындап қалды. Бірақ саладағы топ 3 мәселе және де олар қалай шешіліп жатыр? Шыны керек, топ 3 деген қиын екен. Бізде туризмда мәселелердің бәрін қатар шешу керек. Бізде дым мәселе жоқ деп қойсайшы. Мәселе бар, мәселе көп. Мен ол мәселе жоқ дегенге әкеліп тұрған жоқпын. Барлық мәселе бірдей деңгейде маңызды деген мағынада айтып отыр. Бір-бірімен үйлесіп жатыр ғой. Себебі мысалы туризмнің дамуы бірнеше саланы қамтиды деп алса, оны 10-нан астам сала мысалы, және туризм дамуына не керек бізге? Ол жерде мысалы қолжетімділік, жаңа транспорттық қолжетімділік болу керек. Жалпы инфрақұрылым керек. Инфрақұрылымсыз ол жерде инвестициялық жобалар іске аспайды. Одан кейін оны жарнамалау керек. Ол жерге әуе жады бағыттары бойынша темір жол бағыттарының рейстары керек деген сияқты. Сосын ол жерде туристерді қызықтыратын локациялар болу керек. Сосын ол жерге жаңағындай оқиғалық іс-шаралар тарту керек. Мысалы Алакөлде мысалы апта сайын концерттер өтіп отырады, мысалы басқа да фестиваль сияқты іс-шаралар өтеді. Сол сияқты іс-шаралардың көп болғанда жақсы, например, мысалы ретінде айтатын болсақ. Сондықтан біз барлық мәселені бірге алып жүру керекпіз. Мысалы жарнама жасамасақ ол жерге ешкім келмейді. Ол инфрақұрылым салғанымыз не, ол жаққа инвестор тартқанымыз не керек, мысалы, ол жерге рейс болмаса, қолжетімді болмаса, ол да жаңағы жасап жатқан жұмыстың бәрі зая болып қалады. Сондықтан бұл жерде жан-жақты қолдау қажет. Барлық мәселе әрине бірінші кезекте ол қолжетімділік, инфрақұрылым деп айтсам болады. Қалған бәрі әрине оларда маңызды. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айттыңыз ғой блогерлерге байланысты бір қысқаша сұрақ қойып жіберейін.
ең үлкен марапат блогерларға қандай? Ең үлкен сыйлықты айтыңызшы, мен де ойланып блогер болғым келіп отыр. Блогерлерге марапат дегенде бізде ведомстволық марапат, енді өзіміздің туризм саласының үздігі деген марапат болды. Сыйақысы жоқ. Сыйақысы жоқ па? Сыйақысы жоқ, енді ондай сыйақы мемлекеттік тұрғыда заңды тұрғыда қарастырылмаған. бар Жоқ, жол ол жақ қамтамасыз соның өзі де етіледі ғой, сыйлық дейсіз ғой, иә? бұл жерде тек жаңағыдай марапат. Марапат Үздігі осы деген, салада туризм саласының үздігі. ұзақ уақыт бойы 5 жылдан асып еңбек еткен үшін, біраз жаңағыдай подписчик аудиториясы болған үшін, сол үшін туризм саласының үздігі деген ведомстволық награда берілді. Енді басқа гонорар, жаңа сіз айтқандай қаржылай қолдау ондай қарастырылмаған. Спонсор болмаса, жалпы ведомствоның марапаты болса дейсіз. Негізінде Қыздар, жалпы медициналық туризм, туризм дегенде біз жаңа айтпақшы, эко жағын немесе бір тау тасты аралауды ойламаймыз ғой. Мысалға бізде медициналық туризмді қазір жаман емес сияқты да, Астана қаласына көп ағылып келетін сияқты. Алматы енді бұрыннан бар. Жалпы қалай? Мысалға біз шетелге міндетті түрде мына Корея елдері, одан кейін жаңа Турция елдері өте әлеуметтік желіде қатты өзін дамытады. Тіпті арнайы жаңа маман жалдап қояды, ол маман міндетті түрде сіздің ұшақтан түсіп, қайттан сол медициналық жаңа күтіп алып шығып қаладан шығып кеткенше қамтамасыз етеді. Осы жағынан бізде қалай екен? Шыны керек, осы соңғы бірнеше жылда біртіндеп осы медициналық бағыт жақсы қолға алынып келе жатыр. Медициналық туризмнің мен ойымша бірінші кезекте ішкі медициналық туризм дамыту керек. Өйткені бізде халықтың көбісі білместіктен шетелге кетіп жатыр. Ол жақта шынымен де ол жерде сапалы қызмет көрсете ма, көрсетпей ма, оған гарантия жоқ. Иә. Сондықтан ол жаққа барады әйтеуір. Бізде қазір Астана, әсіресе Астана қаласында қазіргі жаһанды технологиялар қолданылып жатыр. Қымбат бізде жаңағы оборудование, техника бар. Оларға ол жерлерде қазір әлемге танымал бізде профессор жаңағы мамандар жұмыс істеп жатыр. Мысалға бір ғана нейрохирургия саласын алсақ өте мысалы жаңағы лазерный коррекция дейді ғой, көз дұрыс көрмейтін кісілерде мысалы, осының бәрі бізде қазір жақсы дамып келе жатыр. Бұдан бөлек осындай клиникалардың ішінде халықаралық стандартқа JCI деген стандарт бар. Бізде 9 жаңағы біздің мамандандырылған жаңағы клиникалар сай келеді. Солар сертификаттар бар. Ол деген өте жоғарғы стандарт осы әлемдік деңгейде медицина саласында. Сондықтан біртіндеп осы сала дамып келе жатыр. Жыл сайын қазір айтсам медициналық форум, конференциялар өтіп жатыр, өте пайдалы болып жатыр. Одан бөлек бізде медициналық туризм бойынша жеке заңнама пысықталып жатыр. Жаңағы денсаулық сақтау министрлігімен. Бұл да бір үлкен жетістік деп айтсақ болады. Демек алда жаңа арнайы бір топ жасақталып, жаңағыдай қарсы алу, шығарып салу. Енді біз осы оқиғалық күнтізбеден бөлек Қазақ туризм ұлттық компаниясы тарапынан ішкі медициналық туризмді өңірлерде ілгерілету бойынша жұмысты да қолға алуды жоспарлап отырмыз негізі. Демек ең бастысы ол ішкі өзіміздің медициналық туризмнен бастау керек. Ішкі медициналық туризмнен бастау керек сияқты. Жақсы, енді ақыр медициналық туризмге тоқталды ғой енді, сағыныш. Бұл мәселені қозғап бастағаннан кейін мен енді қоштап аяқтайын енді не де болса. Осы жағынан мысалы қолға алынып жатыр, жақсы дамып жатыр дедіңіз. Бұл да бір қуантарлық сондай жағдай екен. Ал десек те енді туризмнің тағы бір мәселесі тек келіп демалып кету дегеннен бөлек ем алып кету жағы да. Мүмкін жаңағындай демалыс орны дегенмен одан бөлек мына санаториялар бар ғой. Туристерге арналған мысалы шипажайлар біздің елдегі мысалы мына Сыр ел, мен өзім Қызылордаданмын, Сыр елінен, ол жаққа бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен мынау санаторияға келеді, жаңа Қорған дейікші. Ол жақтың балшығы, ондай балшық жоқ әлемде жоқ. Не деген реклама, сондықтан жарнама керек, жақсы кетті ма? Ол жарнамаламай-ақ білет барлығы да. Мен өзім сол жақтан болған соң таңғалатынмын. Адам орын болмайды. Сен басқа ұлт өкілдері келу үшін мүмкін осы жағында бір қаншалықты дамыту керек шығар. Осы бағыт қалай дамып жатыр бізде, бар ма? Жалпы мүмкін жаңадан мысалы Бурабайда санаториялар салынады дегенде бір сондай естіген біз ақпарат. Осы жағы қалай жалпы бізде елдегі санаториялар мәселесі туристерге арналған?
саусақпен санарлық сияқты да негізі. Әрине сол ғой. сол үшін. негізі бізде өңірлер жақсы Олардың осы сервисі бар, жағдайы. ыстық сулары бар, мысалы сосын жаңа ем балшықтары бар, өнімдер біраз. Шынында біз білмейді екенбіз, бірақ осы бағытты былтырдан бастап біртіндеп талдай бастадық біз. Биыл осы бағытты зерделеу үшін әлеуметтік жаңағы зерттеу жоспарлап отырмыз. Осы Қазақстанның емдік сауықтыру курорттары бойынша әлеуетін зерттеу жоспарда бар. Сол жоспардың қорытындысы бойынша тиісті шараларды қабылдауды жоспарлап отырмыз. Енді жалпы енді негізі не себепті осы санаторлық курорттық аймақ жаңағы объектілерді салу маңызды. Олар қысы жаз жұмыс істейді. Мысалы бізде мынау демалыс базалары, глэмпингтар, мысалы олар жазда ғана жұмыс істейді көп жағдайда, мысалы Алакөлдің суы емді. Алакөл, мысалы Абай облысы жағында балшық бар, ол да емді. Бірақ ол жерде жыл сайын жыл бойы жұмыс істейтін санаторий жоқ. Енді ол санаторийді салу үшін, инвестор тарту үшін ол жерге инфрақұрылым салу керек. Ол мысалы жаңағы енді көбісі біле бермейді ғой. Алакөлдің сол шығыс жағалауында мысалы электр желісімен сәл проблемалар бар. Бірақ оны әкімдік қолға алып, биыл қажетті жаңа құжаттаманы әзірлеп, енді жаңағы келесі жылы тиісті жұмыстарды жоспарлап отыр. Ол жерде мысалы орталықтанған су кәріз жүйесі жоқ. Оны да қолға алып, өткен жылы тапсырма берілді. Биыл қаңтар ақпан айларында тиісті құжаттарды әзірлеп болды. Одан кейін ол жақта премьер-министр, өздеріңіз білесіздер, сәуір айында сапармен барған болды. Ол жерде әкім осы Алакөлді дамыту бойынша жаңа мастер жоспарын көрсетті. Яғни осының бәрі бір үлкен кешен болып дамитын болады. Санатория болады. Әрине ол жерде инфрақұрылым болғасын. Тек демалу емес, ем алып та кету керек. Сосын мысалы бір шетелдік келіп, еміне шипа тауып кетсе, ол міндетті түрде артынан бірнеше шетелдік келетіні сөзсіз, сондықтан да осы мәселеде бір алға қойылып, басымдық беріліп, жаңағыдай айтпақшы, мемлекет басшысы егер шынымен қолға алып өз бақылауда ұстаса, мүмкін ол бағытта шынымен ойдағыдай дамып қалар деп сенейік. Сенеміз. Ал шайдан алыңыз. Осы Алихан чай құйса мен қорқамын. Қазір қандай сұрақ қояйын деп отыр екен деп. Алакөлдің жаңағы емдік қасиеті бойынша бір мәселені айтып кетейін. Біз былтыр сол өңірде жергілікті бизнес өкілдерімен кездескенде олар айтады, бізге жаңа турист керек емес дейді. Біздің демалыс базасына жыл сайын келіп емделіп кететін тұрақты өзіміздің тұрғындарымыз бар, демалушыларымыз. Солар олардың келуі, яғни бізге жаңағы салмақ түсіре ме осында? Жоқ, доказательство, что ол жерде дәлел ғой енді. Шынымен де бір барған адам келесі жылы. Қайта оралып тұр ғой. Емделу үшін жыл сайын келіп отыр. Бір жыл келмей қалса, кішкене жаңағы мәселелер туындап қалады. Неге келмеді, мүмкін біздің ем жақпай қалды ма деген сияқты. Сол себептен жыл сайын келеді екен. Жаңа қорған санаториясы да солай. Бір барғанда 5 жыл қатарынан барады адамдар. Шынымен еміне шипа тауып жүрген, осы жерде жалпы мына белгілі азаматшаларды білемін мен. Жыл сайын барып жүрген, шынымен де ем керемет деп айтады. Бірақ енді оны шетелдіктер білмейді ғой. Тағы бір мәселе, енді осы жерде жаңа айтып жатырсыз ғой, бір керемет ем шаралары бар деп. Қатон қарағайдың өзін айтыңызшы. Өзім көрмегенмін, бірақ сондай көруге асықпын. Талай естіп жүрміз. О жаққа бірақ енді бару мүмкін, шамалы нелері бар сияқты, жолының бір салмақтары негізінде. Осы Қатон қарағайдың да емі керемет деп жатады. Енді сондай секілді жерлер көп негізі бәрібір қыздар жарнама жетіспейді, өйткені оны біз білуіміз мүмкін, бірақ өзгелері білмейді. Негізі жоқ емес, бар ғой. Бірақ мүмкін көбірек жарнама керек. Мен шипажайлар туралы айтып отырмын. Қыдыру жер емес, ем алатын жерлер туралы. Өйткені айтып отырмын ғой, олар жаңағыдай саусақпен санарлық, бірақ олар туралы ақпарат аз. Тек инста парақшасындағы жеке өздерінің ресми парақшасын тауып алып жатады, бірақ арнайы бүйтіп айтып, түсіндіріп, соны обзор жасап дейді ғой, көрсетіп жатқандар енді кемде кем. Жалпы айтып жүруіміз керек. Сосын бір нәрсе есіме түсіп кетті, сіз мезгіл туралы айтқанда. Біз енді жаз деп жатырмыз қой, қазір жаздық маусым. Бірақ мына қыстық маусымда мен бір таңғалдыратын бір дүние болды. Жақында қыс кезі шетелдік бір азаматтар көріп қалдым. Қатты тоңып жүр екен Астанада. Сосын мен түсіндіріп жатырмын да, мінім хан шатырдың қасында кіріп қазір жылынып алайық деді, түсін жарайды деп. Бірақ оларға қызық болып тұр. Қаланы аралағысы келіп тұр.
түсінесіз ба енді Оларда қызықтау қар жоқ иә қар жоқ. сол кезде есіме бір нәрсе түсті. Былтыр 2025 жылдың жаңағы статистикасы бойынша бір жаңағы шетелдік басылымнан сайттың несінен көріп қалдым. Бір ғана тіпті Европаны айтпағанда Қытай елінің Харбин сияқты қаласына бәлен мың енді жаңа жылды қарсы алу үшін көптеген туристер барған. Қар көру үшін, қарды ұстау үшін. Сол сияқты бір атына ұмытып тұрмын, өте кіші қала, ауқымы қатты бір беделді белгілі емес, танымал емес, бір қалада да Қытайдың арнайы жаңағы жауған қарды ұстап, сол қарда жаңағы қарды көрсету процесс соның өзін туристер тартқан. Ал бізге ол қажет пе? Бізде Астанада осы бизнесқа кетіп қар сатсам деген. Неге біздің Астананы тек жазда көру керек? Неге қыста көрмейді? Мен түсінемін, ауа райы мүмкін қолайсыз шығар. Бірақ болады, демек болады, қызығушылық бар ғой. Қар көрмеген халық үшін. Болмашы жерден бизнес жасап туристер шақыруға болады. Иә, қыстың өзін тек ойлану керек. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді қыздар бізге салса сөйлей береміз, бір жарым сұрақ сағат қоя болды, береміз, иә. бір жарым сағат болыпты. Иә, көрермен де шаршамасын, Иә. сіз де шаршама, сұрақтың астына алды демеңіз. Барынша телеарналарға барып айта алмай қалған әттең деген жағдайларды осы жерде айтып алсын деп ішіндегі бүкіл шерін тарқатсын деп шақырамыз. Иә. Солмай емін-еркін. Иә, сондықтан да осындай мәселені біз білейік, естейік, халыққа жеткізейік. Мүмкін біз білмейтін тұстар бар шығар. Мүмкін жаңалықшылдықтар бар шығар деп жатырмыз. Өзіңіз айтпақшы, жаңа үкіметте 3 сағатта өткен кеңес болды деп жатырсыздар. Сондай әрбір кеңестен кейін елімізге бірнеше турист келе беретіндей бір шешім қабылдансын. Иә, нәтижелі болсын дейміз. Бір сөзбен айтқанда. Иә, енді шайымыз да, әңгімеміз да, сұрағымыз да ұнады деген үміттеміз. Нұрбол Иранлыске көп рахмет. Қазіргі уақыт тапшы заманда арнайы бізге уақыт бөліп, мына бір кешіңізді арнап, бұл кеш өйткені келу бар, кету бар, оның бәрі уақыт. Сізге көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, достар, сұрақтарыңыз болса әркез жазып отырыңыздар. Біз ашықпыз, әркез сол пікірлеріңізді ескере отырып, елеп отырып, келесі қонақтарымызға сұрақтарымызды қоямыз. Бізбен болғандарыңыз үшін көп рахмет.